Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода сіздерге яғни цилиндрдің кольцасының, поршневой кольцасының зазорын қалай өлшейміз, және қаншалықты болу керек, токарьға апару керек па, керек емес па дегендей сұрақтарға бірге жауап беріп көрейік. Яғни мына ВАЗ Ниваның, яғни классиканың блогы. Бұда қандай жағдаймен бұл ашылды, клапан жанып кетті, сонан ашқанбыз, бір май алып жүрді және содан кейін мына поршневой кольцалардың бәрі қара жіңішке деп ашсақ, жаңа мына ескі кольца өзіне отырып кеткен, желініп. Бұны енді ішіне салып көрсетейін сіздерге, қаншалықты зазор қандай екен. Так, саламыз. Тегістіру үшін мынандай өзінің поршнымен ары қарай саламыз, сырамыз. Негізгі мына кольцаның зазоры, яғни 0,25-тен 0,45-ке аралығында болу керек, жаңағы рұқсат етілген допустимый, яғни зазор болу керек. Мына жерде көріп тұрсам, мына жерден даже 2 мм өшіп кетіп қалған ғой. Бұл жерде уже цилиндрда кеткен, және де кольцада отырған. Ал енді мен жаңа пробаға мынандай бір новый кольца алып келіп көрсетейін дегем, алып келгем сіздерге. Новый кольца мен ескі кольцаның айырмашылығын. Мына қазіргісі новый кольца. Осыны енді салып көреміз. Мұндай кольцасын салар кезде желательно мынаны майлап жіберген дұрыс. Цилиндрге повреждение болмау үшін, зақым келтірмеу үшін. Новый кольцасын салдық. Так. Бұл жерде көріп тұрсыздар, тоже зазорды. Қаншалықты келіп тұрған. Енді мынандай шуппен өлшейтін боламыз өзін. Так. Мінеке 40 осыны алып көрейік. 40-тан көрейік, сразу мына жерде уже көріп тұрмын зазорын қаншалықты үлкен екен. Мінеке 40 ешқандай ойнамайды, кіріп кетеді. Ішінде былқылдап ойнап жатыр уже. 50-ді көрейік. Сіздер кішкене жарыққа дұрыс көрініп жатыр. Міне 50. Ойнайым екен, ойнамайым екен. Мінеке 50-дің өзі свободно кіріп тұр уже. Ешқандай. Дұрыстап, тағы да төмен қарай салып көрейік, ары қарай. Так. 50-ді тағы қарайық. Міне сәл төмен қарай түскенде 50 уже кішкене туғылау кіріп тұр. Бірақ кіріп тұр міне 50-дің өзі. Яғни бұл не деген сөз? Бұл уже мына блокты шешіп токарьға жондыруға апару керек. Жаңадан уже поршневойлар ауыстырып, барлығын қайтадан жасау керек. Видео ұнаватса, лайк бас, коммент қалдырып, алладағы аршыларын тіркеп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.